Аса қамқор, ерекше мейірімді, рахымды Алла Тағаланың атымен бастаймын. Барлық мақтаулар, мадақтар әлемдердің жаратушысы Алла Тағалаға болсын. Әрі барлық салауаттар мен сәлемдер Алла Тағаланың сүйікті құлы, әр мұсылманның жүрегінен орын алған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға болсын. Алла Тағала адамзат жаратқан кезінде адамзатқа ең бірінші бұйырған нәрсесі бір Аллаға ғана құлшылық қылу, бір Аллаға ғана итағат қылу. Алла субханаху ва тағала Құран кәрімде келтіреді: Астағиду билла, инни аналлаху ла илаха илля ана фа'будуни ва ақимус салата ли зикри. Ақиқатында мына мен Алламын, әрі менен басқа ешқандай құдай жоқ. Ондай болса, маған ғана құлшылық қыл, әрі мені еске алу үшін намазыңды толық орында дейді. Яғни осы аяттан Алла субханаху ва тағала әуелгі ең бірінші істелетін нәрсе Алла Тағалаға құлшылық қылу екендігін барлық адамзатқа жеткізіп отыр. Әрі Алла субханаху ва тағала өзіне құлшылық қылудан кейінгі тағы да міндеттеген нәрселер бар екен, құрметті халайық. Ол ата-анаға құрмет көрсету, ата-ананы сыйлау, ата-ананы бағалау. Алла субханаху ва тағала Құран кәрімде айтады: Астағиду билла, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ақиқатында Алла субханаху ва тағала өзіне ғана құлшылық қылуды бұйырды, әрі ата-анаға жақсылық қылуды бұйырды. Қараңыздаршы, Алла субханаху ва тағала ең бірінші орынға өзін қойып жатыр. Өзінен кейінгі мәселеге, өзінен кейінгі келіп жатқан бұйрыққа Алла субханаху ва тағала ата-аналарымызды келтіріп жатыр. Ата-аналарыңызға жақсылық қылыңыздар дейді. Егер де сол ата-аналарыңыздың қайсы бірлері қарттық дәрежеге келетін болса, немесе екеуінің біреуі қарсық дәрежеге келетін болса, оларға уф деп айтпайды. Қарасаңыз, уф деген сөз ең оңай сөз, екі әріптен тұратын сөз. Бірақ тіпті сол уф деген сөздің өзін ата-анаңызға айтпаңыз дейді Алла субханаху ва тағала. Керісінше, ата-аналарыңызды құрметтеңіздер, оларға мейірім беріңіздер дейді. Оларға қамқор болыңыздар дейді. Әрі Роббирхамхума кама роббаяни сағиро. Яғни, ва Раббым, ата-анам мені кішкентай кезімде, менің сәби кезімде қалай мәпелеп, мейірім білдіріп өсірген болса, я Алла Тағала менің ата-анамды да өз рахметіңе, өзің мейірімге бөлінген құлдарының қатарына қос. Менің ата-анамды да мейірімге бөледіп, дұға істедіп, Алла субханаху ва тағала ата-анаға дұға қылуды бұйырып жатыр. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын ата-ананы құрметтеу жайында көптеген хадистер келтірген. Мәселен делік бір хадисінде бір күні Алла елшісі Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын сахабалармен бірге Алланың жолына жорыққа шығып жатқан уақытында. Соны естіген бір сахаба, жас жігіт өзінің ата-анасынан рұқсатын алып Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алдына келіп: Я Расулалла, мен де сіздермен бірге, мұсылмандармен бірге Алланың дінін қолдауға, Алланың дінін елге, халыққа, әлемге жаюға, атсалысуға рұқсат етіңіз, мен де барайын деп өтініш қылып рұқсат сұрайды екен. Сонда Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын: Уа пәлен, сенің ата-анаң бар ма деді. Я, менің ата-анам бар деді. Ондай болса ата-анаңа қайта, ата-анаңа қызметін қыл. Міне, сенің Алла жолындағы жорығың, Алланың жолында жүргенің осы болады деді. Яғни пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын осы оқиғаменен, осы айтқан сөзменен ата-анаға құрмет көрсету, ата-анаға қызмет қылудың дәрежесін жоғарғы қойған екен. Құрметті халайық, осы арада бір өзіміздің күндерде болған бір оқиғалардың бірінде бір жас жігіт келіп оқиғасын баяндап кеткен екен. Өзі осы дін саласында оқып, дін саласын аяқтап, енді осы Алматы қаласында жүріп, университетті бітіріп, содан кейін ауылдағы ата-анасына барып, қуантып, енді арғартай Алланың дінін жаюға, осы дін мәселесінде Алла Тағалаға қызмет қылайын деп, қызмет жолдарын іздейді екен. Сол қызмет жолдарында Алматы қаласындағы мешіттерден қызметтер шығады. Көп мешіттер шақырады қызметке. Келе ғой, жағдайын жасап береміз, мешітімізде бол, мешітімізге қызмет қыл, жамағатпен бірге болайық деген сияқты көп ұсыныстар келтіреді. Сонда жаңағы жігіт көп ойланады. Осы қалада қалайын ба, өзімнің ауылыма барып, бір жағынан ата-анамның қасында болып, ата-анамның қызметін қыламын, бір жағынан ауылдың ішінде жүріп, сол ауылымдағы жақындарыма, таныстарыма, ауылдастарыма
өзіміздің мешіттегі жамағатымызға сабақ беріп дінімізді жеткізейін ба деген көп ойда жүреді. Сол кезде сол жігіттің айтқаны, маған Алла тағаланың өзі уағыз айтты дейді. Қалай десеңіздер, бір күні сондай қатты ойда жүрген кезде, уайымдап жүрген кезде Алматы қаласындағы бір мешітке жұма намазына кіріп қалдым. Сол кіріп қалсам, ата-ана мәселесінде уағыз болып жатыр екен. Сонда менің кірген кезімде имамның айтқан уағызындағы сөзі, рақиқатында ата-анаға қылған қызмет ешқандай қызметке жетпейді деген сөзді айтты. Сол сөзді естіп, мен сол кезде өзіме мақсат қойдым деді. Ең бірінші мен ата-анама барам. Ата-анама барамын да ата-анама қызмет қылам. Сонымен қатар сол ауылыма да имамдық қызметін қылам. Сол ауылында жүріп, қасымдағы жолдастарыма, ауылдастарыма да сол дінімді насихаттаймын деп, сондай өзіне жоспар қойып, өзіне сондай жол таңдайды екен. Сондықтан да құрметті халайық, құрметті жамағат, ата-анаға қызмет қылу бұл ең бірінші тұратын орын екен. Кейде көріп жатармыз, үлкен кісілер келіп жатады, мешітімізге келіп, уа бауырым, осындай бір жағдай болды деп, үйіндегі кейбір балаларына шағымданып келеді, Алла сақтасын. Былайша айтқанда менің сөзімді тыңдамайды, өздерінің сөздерін жүргізгісі келеді дейді. Құрметті халайық, ата-ана қанша жасқа келсе де, біз сол ата-ананың алдында кішкентай сәби болып көрінеміз әлі. Сондықтан да ата-анаға құрмет көрсету Алла тағаладан кейінгі міндет. Алла тағалаға бойсынып, Алла тағалаға құлшылық қылғаннан кейінгі міндет. Осы Алла тағаланың бұйырған нәрсесі ата-анаға құрмет көрсету. Осы арада бір оқиға еске түсіп жатыр. Муса алейхиссалам, Алланың о кісіге сәлем болсын, Муса пайғамбарымыз бір күні Алла тағаладан сұраған екен: "Я Алла тағалам, маған жәннатта менің көршім болатын адамды көрсетші" деген екен осы дүниеде. Мен оны көрейінші деген екен. Сонда Алла субханаху ва тағала Муса алейхиссаламға айтқан екен: "Уа Муса, пәлен деген ауыл бар, ол ауылда түген деген кісі бар. Сол кісіге барсаң, ол сенің жәннаттағы көршің болады" деген екен. Муса алейхиссалам сол ауылды табады, сол ауылға келгеннен кейін жаңағы кісінің үйін табады. Үйіне келсе, өзі үйінде жоқ, үйінде әйелі қызметте жүрген екен. Сөйтіп әйелінен отағасын сұраса, о кісі сыртқа шығып кеткен екен. Қазір келеді, су алуға кетті деді. Муса алейхиссалам сол есік алдында тұрған ағаштың көлеңкесінде отырып демалып отырады. Ана кісі үйіне келіп, Муса алейхиссаламды көріп, амандасып, "Келіңіз, төрге шығыңыз, жоғарыға шығыңыз" деп жоғарыға шығарады. Сөйтіп үйіне кіріп асқа отырады. Бірақ жаңағы кісі былайша айтқанда Муса алейхиссаламды танымай отыр ғой. Ол заманда бүгінгі заман сияқты емес. Ешкім танымайды, Муса пайғамбар екендігін де білмей отыр. Сондықтан да жаңағы кісі өзінің алдына үйіне кімнің келгендігін де білмей отыр. Асқа келген кезде, тамаққа отырған кезінде жаңағы жігіт арнайы бір ыдысы бар екен, сол ыдысқа тамақ салып, төрде ілініп тұрған бір бесікті көреді. Сол бесікке алдына келіп, бесікті жерге түсіріп, сол бесікте жатқан кісіге ақырындап қасықпен тамақ беріп жатады екен. Сонда тамақ беріп отырған кезде өзі де жаңағы беріп отқан жігіт өзі де басымен иіп, "Аумин, аумин, аумин" деп отырады екен. Сонда Муса пайғамбар таңғалады. Бесікте кімнің жатқанын білмейді. Мүмкін кішкентай баласы ма екен деп ойлайды. Сөйтіп тамақтанып болғаннан кейін Муса пайғамбар таңғалып жаңа жігіттен сұрайды: "Сіз оған қызмет қылып жатқан адамыңыз кім?" деп сұрайды екен. "Бұл менің анашым. Ол кісі үлкен жасқа келді. Өзі жүре алмайды. Іліп қойған себебім, ол кісі өз-өзін қорғай алмайды. Егерде аң, не бір иттер кіріп қалатын болса, сондықтан да оған о кісіге ешқандай зиян тимес үшін, не жыланнан зиян тимес үшін о кісіні биікке көтеріп қойдым" дейді. "Ал енді сіз тамақ беріп отырған кезде неге басыңызбен иіп отырдыңыз" десе, сонда жаңа кісі айтады екен: "Мен о кісіге әр қызмет қылған сайын, тамағын берген сайын, ол кісі маған дұға етеді: 'Я Алла тағалам, мына менің ұлымды Муса деген пайғамбардың жәннаттағы көршісі етші' деп дұға етеді екен. Мен сол дұғасын естіп, 'Амин анашым, амин анашым' деп отырам" дейді. Сонда Муса пайғамбар орнынан тұрып айтады екен: "Уа пәленше, ақиқатында Алла тағала сенің анаңның дұғаларын қабыл етті. Мына сенің алдында тұрған адамның кім екенін білесің бе? Мен сол Мусамын, мен Муса пайғамбармын. Сондықтан да мен Алла тағаладан жәннаттағы менің көршімнің кім екендігін өтініш қылып сұраған болатынмын. Алла тағала мені саған алып келді." Сондықтан да құрметті жамағат, құрметті халайық, ата-анамыз қарттық дәрежеге жетсе де, жас болса да, әрдайым о кісінің алдарында жүріп, қызметін қылып, разылығын алуымыз міндет. Өйткені ата-ананың разылығы бұл Алла тағаланың разылығы.
Ата-ананың ренжісі бұл Алла Тағаланың ренжісі. Бірақ кейде бір байқап қаламыз. Үлкен қарт кісілер болады үйлерінде. Бірақ сол қарт кісінің тек аты ғана бар үйінде. Ол кісінің айтқан сөзі жоқ, бұйырған нәрсесінің орындалуы жоқ, өкінішке орай. Құрметті халайық, пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын бір хадис сөзінде айтады. Ата-анасының қарттық дәрежесін көре тұра, жәннатқа кірмеген адам ең сараң адам, ең ақымақ адам дейді екен. Яғни ата-анасының қарттық дәрежесін көре тұра, ата-ана қартайған кезде, білесіздер, үлкен кісілер қартайған кезде әлсіз болады, көп нәрсеге қол жете алмайды. Сол жеткізе алмаған қолдарына көмектесіп, жетпеген нәрсесіне жеткізіп, сөйлесіп, ақылдарын тыңдап, осындай нәрселерді орындап, ол кісілердің қызметінде болып, ол кісілерді таза ұстап, құрметтеп жүретін болсақ, міне иншалла қиямет күнінде жәннатқа кіретін ең бір оңай жолдардың бірі осы болады екен иншалла. Ата-анасының қарттық дәрежесін көре тұра, жәннатқа кірмеген адам нендей ақымақ адам деген сөзі бекер емес. Сондықтан да жәннатқа кіретін ең тура жол, ең оңай жол бұл осы ата-анамыздың разылығын алу екен. Әрине, әуелі Алла Тағала бұйырғандай өзіне құлшылық ету, Алла Тағаланың тыйған нәрсесінен тыйылып, Алла Тағаланың бұйырған нәрсесін орындау, әрі онымен қатар ата-анаға жақсылық қылу. Қандай адам болсын мейлі. Бірақ ата-ана деген сөз жалпы ата-анаға арналған. Алла Тағаланың Құран кәрімде келтіргендей, «Вабил валидейни ихсана», әрі ата-анаға жақсылық қылу деген сөзі бұл жалпылама сөз. Мейлі ол кісі мұсылман болсын, мейлі мұсылман болмасын, бірақ ол сол Алла Тағаланың бұйырған ата-ананың қатарында бар. Қорытындылай келе, мына бір оқиғаны келтіргім келіп отыр. Бір күні пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, алдына бір сахабасы келіп, «Я Алланың елшісі, менің анам келіп отыр, менен көмек сұрап отыр, менен жәрдем сұрап отыр. Не істейін?» дейді екен. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оған көмектес, сұрағанын бер. Сонда жаңағы сахаба тұрып, «Я Алланың елшісі, бірақ ол кісі мұсылман емес қой, ол кісі әлі сізге ерген жоқ қой, ол кісі әлі Құранға иман еткен жоқ қой» дейді. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын айтады, «Сен бұрын оған қандай қызмет қылсаң, дәл қазірде тура солай қызмет қыл» дейді. Сонда сахаба тұрып айтады екен, «Я Алланың елшісі, мен әуелі Аллаға әрі сізге итағат қылам, мен міндетті түрде анама көмектесем, анама міндетті түрде жәрдем қылам, ешқашан ол кісіні қайтармаймын, бірақ сізге өтінішім бар. Ва Алланың елшісі, менің анам үшін дұға қылыңызшы. Алла Тағала менің анамды тура жолға салсыншы» деп дұғасы еткізеді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екі қолын көтеріп, «Я Алла Тағалам, пәлен деген кісінің анасын өз тура жолыңа сал. Алла Тағалам ол кісіні өзінің сүйікті құлдарының қатарына қос» деп дұға қылады екен. Сол кезде жаңағы кісі үйіне қарай қайтады. Үйіне келсе, есігі жабық тұр екен, ішінен жабылған. Ал үйінің ішінде ағып жатқан судың бір дауысы естіледі. Үйіне кірейін десе, ішінен анасы айтады, «Ой, кірме, тоқтай тұр, күте тұр» дейді. Жаңағы сахаба таңғалады, сөйтіп сыртында тұрады. Анасы далаға шығып, шыққаннан кейін баласының алдына келіп, басына орамал тағып, «Уа балам, куә бол, ақиқатында мен Алладан басқа тәңір жоқ екеніне куәлік етемін. Әрі Мұхаммед Алла Тағаланың елшісі әрі құлы екеніне куәлік етемін» деп сол кезде мұсылманды қабылдайды екен. Құрметті халайық, құрметті жамағат. Алла субханаху ва тағала ата-аналарымызға разы болсын. Қайсы біріміздің ата-анамыз о дүниелік болған болса, Алла Тағала о кісілер рахметіне алсын. Алла субханаху ва тағала қиямет күнде о кісілермен бірге жәннатқа қауышуымызды нәсіп етсін. Алла субханаху ва тағала біздердің себептерімізбенен, біздерден кейінгі болатын ұрпақтардың себептеріменен иншалла сол ата-аналарымыздың бастарына қиямет күнінде алтыннан болған тәжді киюін нәсіп етсін. Алла разы болсын, ата-аналарымыз аман болсын, қарттарымыз аман болсын. Алла разы болсын, Алла береке берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.